Ассалаумағалейкум, біздің Kenner дүкеніне қош келдіңіздер. Бүгінгі обзорда GPS Tracker 918 20 мың амперлік GPS болды. Бұның бір ерекшелігі, басқа GPS-ке қарағанда бұл звондамайсыз. Программа арқылы қосылады, өзінің Venus GPS деген программасы бар. Сол арқылы қосылады. Жалпы енді бұл 3-4-5 ай, 6 айға да жетеді. Әртүрлі енді қолдануға байланысты. Настройкасын қалай жасау керек? Осы видеодан кейін көрсетіп қоямыз. Так, настройка жасамас бұрын бірінші номер тіркеп аламыз. Сіздің елді мекеніңізде қандай номер тұр? Билайн, Актив, Теле2, Алтел, қайсысын салсаңыз болады. Жалпы негізі көбінесе Билайн мен Актив, далалықта көбінесе Билайн мен Актив. Тіркеп алу керек бірінші номерді. Номерді тіркеп алу үшін біздің YouTube арнамызда қалай тіркеу керек екенін видеосы бар. Соған қарап тіркеп алсаңыздар болады. Номерді қалай саламыз, соны көрсетіп жіберейін. Осындай слот на сим-карту дегенді қолданамыз. Кішкентай түрін қолдансаңыз болады. Чип жағы астына қарай береді. Салып болғаннан жанына көшетін қосамыз. Сосын настройка жасайтын кезде далалыққа шығару керек обязательно. Өйткені үйдің ішінде зданияларда болған кезде GPRS деген бар, көк свет жанатын. Осы көк моргать ету керек. Зданияның ішінде тұрған кезде көк моргать ету керек. Өйткені GPRS деген көк GPS көктегі координат анықтайды. Ол үшін біздер далаға шығаруымыз керек, сонда координат тез анықтайтын болады. Сол настройка бірінші сим-картаны саламыз да далаға шығарамыз. Сосын включатель қосамыз. Сол кезде мынау екеуі моргать етіп тұрады. Значит, екеуі GPS жақсы істеп тұр деген сөз. Сосын салып болғаннан кейін SMS арқылы настройка жасаймыз. Так, GPS Tracker 918-ді қалай настройка жасаймыз? Ол үшін Begin 1-2-4-5-6-ны жібереміз. Сосын оны ответ күтеміз. Begin OK деп келеді. Сосын GPRS 1-2-4-5-6, GPRS OK деп келеді. Сосын APN 1-2-4-5-6, интернет APN OK деп келеді. Сосын соңында Sleep 1-2-4-5-6, Time. Осыны жібергеннен кейін Sleep Time OK деп келеді. Жалпы осы 4 SMS-ті міндетті түрде жіберу керек болады. Сонда толық настройка жасалған болады. Одан кейін біз программаның ішін қалай настройкалаймыз? Оны қазір көрсететін боламын. Ол үшін мынаған кіреміз де. Так, осыған кіреміз. Настройка дегенге кіреміз. Міне. Исходящий команда деген бар. Осыған кіреміз. Міне. Осы жерде 5-ші қатарда тұрған міне. GPS Work деп тұр ғой. Осыған басамыз. Осыны екіншісіне қоямыз міне. Екіншісі стандарт моды деген. Стандарт режим. Бұл деген программаға кірген кезде ғана қосылады. Шыққан кезде соңып қалады. Сонда режим көріп қоямыз. Егер біріншісінде тұратын болса, ол постоянно тұрады, реальный режимде тұрады. Екінші қатарда тұрғаны дұрыс. Осыны алып қоямыз. Мысалы, қазір кіреміз. Біріңізді қосылады. Программадан қосылады. Шығып кеткен кезде сөніп қалады. Сондай режимде тұрады. Оған ешқандай звондаудың қажеті жоқ. Бұл программа арқылы қосылады. Егер SMS арқылы қарайын десеңіз, бұған номеріне звондау керек болады. Сол кезде SMS ответ келеді, координат жібереді, сол координат арқылы кіріп қарауға болады. Оны қалай
қараймыз. Міне мысалы SMS келіп тұр маған. Астындағы көк жазуды басамыз. Көк жазуды бастық. Міне спутник арқылы көрсетіп тұрмын. Жалпы осылай.